Бәріңізге сәлем. Динофикс курсының келесі тақырыбы үйкеліс күші және оның түрлері тақырыбына тоқталатын боламыз. Сіздер бүгінгі сабақта үйкеліс күшінің не екенін білесіздер, үйкелістің қандай түрлері бар екенін білетін боласыздар, үйкеліс тақырыбына есептер шығарып, үйкелістің пайдалы, зиянды әсерлерін білетін боласыздар. Ең алдымен үйкелістің табиғатына тоқталайық. Егер сіз алақаныңызды бір-бірімен ысқыласаңыз, біраз уақыттан кейін жылуды байқайсыз. Үйіңізде үлкен шкаф немесе жәшіктер болатын болса, оларды итеру қиынға соғады. Яғни бұл екі мысалда үйкеліспен байланысты. Яғни үйкеліс деп бір-бірімен жанасатын екі нысанның арасында пайда болатын күштер екенін білесіздер. Ол жанасып тұрған беттердің қозғалуын баяулатады немесе тоқтатады. Үйкеліс күшінің болу себебі барлық беттер микроскопиялық деңгейде тегіс емес. Бұндай беттерді кедір-бұдыр беттер деп атаймыз. Кедір-бұдыр неғұрлым көп болса, үйкеліс күші де соғұрлым көп болады. Үйкеліс күші әрқашан қозғалыс нысанына қарама-қарсы бағытта әсер етеді. Егер жәшікті оңға қарай жылжытатын болсаңыз, үйкеліс күші солға қарай әсер ететін болады. Енді үйкеліске нақты анықтама берейік. Үйкеліс бір-бірімен жанасатын екі нысанның арасында пайда болатын күш. Үйкеліс күші әрдайым қозғалысқа қарама-қарсы бағытта жүреді. Сізде мына жерде қарасаңыздар, суретте дене, яғни партаның немесе шкафтың үстінде тұрған белгілі бір дене болсын. Денені сіз күш арқылы, яғни сырттан күш беріп арқылы өзіңізге тартып жатырсыз. Сол кезде сіз сыртқы күшіңіз оңға қарай жылжытып жатыр, ал үйкеліс күші оған қарама-қарсы, яғни солға қарай әсер етіп жатыр. Үйкеліс күшінің негізгі формуласы ню көбейту n. Бұл жердегі n сізде тіректің реакция күші, яғни қысым күші деп аталады. Яғни тіректің реакция күші жанасу бетке перпендикуляр тік жоғары бағытта әсер етеді. Яғни сізде денеңіз қай бетке жанасып тұр, соған перпендикуляр бағытта түзу жүргізесіз де жоғарыға қарай стрелка жіберсеңіз, бұл сізде тірек, яғни қысым күші болып табылады. Яғни сізде F үйкеліс күшіңіз не көбейтілген n формуласына тең болады, ал n-іңіз дәл осы жағдай үшін, яғни дәл осы тік тұрған жазықтықта жатқан жағдай үшін mg өрнегі болады. Бұл жерде сіз былай жазсаңыз болады, бірақ бұл барлық жағдай үшін деп қабылдап қалмаңыздар. Яғни F үйкелісіңіз нью көбейтілген n-ге тең, ал оныңыз нью көбейтілген mg-ға тең. Бұл осы жағдай үшін ғана. Енді келесі үйкеліс күшінің түрлеріне тоқталайық. Үйкелістің қандай түрлері бар? Тыныштық үйкелісі. Егер денелер бір-біріне қатысты тыныштық күйін сақтаған болса, сіздің үйіңізде тұрған кез келген шкаф қозғалмайтын, кез келген дене, яғни қозғалмай тұрған дене тыныштық үйкелісінде тұр деп ойласаңыздар болады. Келесі үйкелістің түрі домалау үйкелісі. Домалау үйкелісі, яғни аты айтып тұр, нысан бойымен домалаған кезде пайда болатын күш. Яғни сіздердегі машинаның дөңгелектері, яғни кез келген шеңбер пішінді немесе дөңгелек пішінді дүниені домалатқан кезде пайда болатын үйкеліс. Келесі сырғанау үйкелісі. Дене басқа дене бетімен жанасқанда, сырғанағанда пайда болатын үйкеліс. Яғни сіз мысалы шаңғышы қардың бетімен сырғанап келе жатыр. Яғни шаңғышының астындағы шаңғысы қар бетімен жанасып үйкеліп тұр. Келесі үйкелістің мынандай тағы да түрлері бар екен. Құрғақ үйкеліс, майланған қатты денелер арасында пайда болатын үйкеліс, және тұтқыр үйкеліс, сұйықтық немесе газ арқылы қозғалатын нысандарда әсер ететін үйкеліс. Енді осы үйкелістің бағыттарын белгілеуді көрсетейік. Мысалға, сіздің үйіңізде белгілі бір парта болсын. Парта, стол, оның үстінде белгілі бір зат. Мысалға, менде кітап тұр. Сондай зат болсын. Ең бірінші, осы денеңізге әсер ететін күш ауырлық күші, яғни сіздің партаңыз
белгілі бір бетте, яғни мынау столға белгілі бір ауырлық беріп тұр. Яғни төменгі қарай mg, яғни масса мен g-дің көбейтіндісі ауырлық күшін әсер етіп тұр. Ал оған қарама қарсы, тура осыған қарама қарсы, яғни жанасатын бетке перпендикуляр бағытта n нормал күші, яғни тірек реакция күшін сызатын боламыз. Енді сіз осы кітаптарды белгілі бір бағытқа тартыңыз. Мысалы, F күшпен сіз алдыға қарай тартып жатсыз бұны. Мынау сыртқы күш, сіз сырттан тартып жатсыз. Оған қарама қарсы бағытта F күші әсер етеді. Яғни сіз қай жаққа қарай тартып жатсыз, өзіңізге қарай тартатын болсаңыз, сізден кері қарай күші әсер етеді. Енді осы жағдайда күші қалай болады? F күшіңіз нью көбейтілген n-ге тең. Бұл жердегі n-іңіз mg мен қарама қарсы күштер болғандықтан олар бір-бірін теңестіріп кетеді. n-іңіз mg-ға тең. Орнына қоятын болсаңыз, нью көбейтілген mg. Яғни сізде есептерде осындай беттегі жағдайлар берілетін болса, күшінің формасын нью көбейтілген mg формасымен шығарып кете аласыздар. Келесі, егер сіз көлбеу арқылы сырғанайтын болсаңыз, немесе көлбеу арқылы жасайтын болсаңыз, сіздің жағдайыңыз қалай өзгереді? Мысалға, шаңғышы қыр бойымен сырғанап келе жатыр. Ең бірінші дүние ол жермен салыстырғанда белгілі бір бұрышта көлбеулеген, белгілі бір альфа бұрышта. Осы шаңғышыға төменге қарай mg ауырлық күші әсер етеді. Ал жанасатын бетке перпендикуляр бағытта n нормал күші әсер етеді. Сіздің шаңғышыңыз қайда қозғалып келе жатыр? Әрине алдыға. Алдыға қозғалып келе жатқан үшін бұл F сыртқы күші, яғни өзінің күші. Шаңғышының өзінің күші әсер етіп жатыр. Ал қозғалысқа қарама қарсы бағытта F күші әсер етіп жатыр. Енді осы жердегі F күшінің мәні қалай болады? F нью көбейтілген n-ға тең. Бірақ мына жерде n-ге қарама қарсы күш сізде mg, яғни арасындағы бұрыш косинус, яғни іргелес жатқан катеттің гипотенуза қатынасы бойынша mg косинус альфамен өзгереді. Яғни сіздің n-іңізге қарап, бұл жердегі n-іңіз сізде mg косинус альфа болады. Тең. Сонда орнына қоятын болсаңыз, мю көбейтілген mg косинус альфа мәнінде өзгеретін болады. Ескеретін тағы бір жайт, сізге төменге тартып тұрған ауырлық күші сіздің қозғалыс бағытыңызға әсер етеді. Мысалға, сыртқа күш әсер етіп жатыр ғой, MA деген күш әсер етіп жататын болса, оған плюс mg, мына косинус болса, мына жақтан синус альфа деген күш әсер етеді. Мынау ауырлық күшіңіз екі жаққа да әсер етеді деп қабылдайсыздар. Келесі, қатты денелер арасындағы үйкеліс күші беттің ауданына байланысты ма? Үйлеріңізде осы сұрақтың жауабын іздеп көрсеңіздер болады. Яғни, жауапты білу үшін кез келген тік төрт бұрышты нысанды табыңыз. Содан кейін оны көлбеу жазықтық бойымен екі түрлі бағытта жылжытыңыз. Сіздің белгілі бір көлбеумен зат ұрыңыз. Көлбеулікке белгілі бір төрт бұрышты, яғни бір жақ ауданы кішкентай, бір жақ ауданы үлкен, екі дүниені сырғанатыңыз. Сырғанатқан кезде екеуінің түсу уақыттары бірдей ме, әлде бірдей емес пе? Яғни сіздің үйкелісіңіз беттің ауданына байланысты ма, байланысты емес пе? Соны білетін боласыздар. Келесі, үйкелістің теріс әсерлері. Үйкелістің қандай теріс әсерлері болуы мүмкін? Үйкеліс әсері кейде зиянды болуы мүмкін. Мысалы, автокөліктің қозғалтқыштары, дөңгелектері сияқты механикалық құрылғыларда үйкелісті азайтатын мойынтіректер, яғни подшипниктер болады. Сондай-ақ механикалық бөлшектердің айналуын жеңілдету үшін біз яғни майлау материалдарын қолданамыз. Тұтқыр үйкелістің де теріс әсері бар. Мысалы, ауа кедергісі, автокөліктер ауа кедергісін азайту үшін арнайы аэродинамикалық пішімге ие болады. Сіздер байқағансыздар ма?
көшедегі автокөліктердің алдыңғы пішіндері әртүрлі болатын. Неге олар именно былай осындай пішінде бастапқыда жасайды? Өйткені алда келе жатқан ауа кедергісі мына жерден сырғып кету үшін. Если сіздің машинаңыздың алды тік болатын болса, ауа сіздің қозғалысыңызға айтарлықтай кедергі жасайды. Яғни бұрынғы кезде машиналардың алды барынша төртбұрыштау болған, кейін келе осындай ауаның қозғалысы оңай болу үшін бастапқы пішіндерін өзгерткен. Үйкелістің қандай оң әсері бар? Үйкеліс біздің өмірімізге өте пайдалы және маңызды. Үйкеліс болмаса біз жерде жүре алмас едік, ал көлікте орнынан қозғала алмас едік. Яғни біздің қозғалыс жасауымызға үйкеліс көмектеседі екен. Үйкеліссіз біз қозғалыс жасай алмайды екенбіз. Келесі, енді осы тақырыптарға байланысты есептер шығарайық. Бірінші мысалымыз коэффициентті табу. Мысалы, 7 тонна машинаның тарту күші 35 кН болсын. Үйкеліс коэффициенті қандай? Бірінші, есептің берілгені сызбасы сөзіне шығару жолынан тоқталамыз. Бірінші берілген жазып алайық. Сізде массасы 7 тонна, зат және F тарту күші 35 кН. Сізге мюді сұрап жатыр. ХБЖ-ға жазып алайық. 7 тоннаңыз сізде 7000 килограммды береді, ал 35 кН-ыңыз 35.000 ньютонды береді. Енді сызбасын көрсетейік. Мысалға, белгілі бір жазықтық, екі дөңгелегі бар көлік. Сіз осы көлікті тартасыз, яғни алдыдан тартып жатқан болыңыз. Тарту күші бұған қарама қарсы F үйкеліс күші әсер етеді. Төменге қарай mg, жоғарға қарай n нормаль күші әсер етсін. Қараңыз, сізде F үйкеліс күші мен F тарту күші бір-біріне тең болады. Неге? Өйткені олар бір-біріне қарама қарсы күштер. Енді сонда F үйкелісіңіз F тарту күшіне тең. Ал үйкеліс күшінің негізгі формуласы нью көбейтілген n-ға тең. Ал n-іңіз неге тең? mg-ға тең. Орындарына қоятын болсаңыз, нью mg болады. Яғни F тарту күші нью mg-ға тең. Сізге мына жерде нью керек. Мюңіз F тарту күші бөлінген mg-ға тең. Тарту күшіңіз 35.000-ға тең. Массаңыз 7000 килограммға тең. Және G-іміз 10 деген мәнге тең. Орын барлығын қысқартатын болсақ, 5 қалады, 5 пен 10 кететін болса 2, 0,5 деген мәні болады екен. Яғни сізде бұл есепте үйкеліс коэффициентіңіз 0,5-ті береді екен. Келесі мысалды қарастырайық. Үйкеліс коэффициенті 0,2 болатын болса, көбелілік бұрышы 30 градус жазықтық бойымен 2 секундта сырғанап түседі. Дененің көлбеу жазықтықтың табандағы жылдамдығы қандай? Берілген жазып алайық. Берілгені нью тең 0,2. Енді альфа бұрышымыз 30 градус. Т тең 2 секундта түседі. В-ны табу керек бізге. Яғни В соңғы жылдамдықты табу керек. Не істейміз? Бірінші суретін сызайық. Көлбеу жазықтық бойымен дене сырғанап түседі. Жерде белгілі бір альфа болатын. Төменге қарай mg, жерге mg косинус альфа, жоғарыға қарай n әсер етеді. Ал аға төменге қарай қозғалып жатқандықтан mg x, яғни mg синус альфа әсер ететін болады. Енді осы мәндеріміздің барлығын жазып алайық.
мына жерден үдеуді табатын болсақ, ол үдеу мына жердегі соңғы жылдамдықты табуға көмектеседі. Кетті, бірінші жағдай. Қарама-қарсы күштерді жазып алайық. N тең болады mg косинус альфаға. Екінші қарама-қарсы күш f икелес керек емес бізге өтеу керек. Яғни mi тең болады mg синус x азайту f икелес күшіне тең болады. Енді осы жерден аны табайық. A'мыз a тең болады mg синус x азайту f икелесіңіз бөлінген m-ға тең болады. Енді орнын ашайық. Мына жерде массамен кетеді мына біреуі. Мына жерде f икелес күшінде де тоже сол масса болады. Қазір жазайық. Мына жерге жазып жатыр деп ойлаңыздар. mg синус x азайту f икелесіңіз нью көбейтілген n, яғни n-іңіз mg косинус альфаға тең. mg косинус альфаға тең бөлемін масса. Қарасаңыздар, мынаның барлығында масса бар. Массалар толығымен қысқарып кетеді. Жоғарғы бөлікте g синус альфа азайту нью g косинус альфа деген мән болады, астында жоқ. Демек, үдеуді осы арқылы таба аламыз. Енді орнына қойық. g-іңіз 10-ға тең. Синус альфаңыз, синус 30 градусыңыз нешеге тең? 1 бөлінген 2-ге тең. Азайту мюңіз 0,2-ге тең. G-іңіз 10-ға тең. Косинус альфаңыз, яғни 3 бөлінген 2 мәніне тең. Оныңызда неше шығады? Калькулятор алайын. Мына жерде 5 қалады, мына жерде 2. Мынау қысқарады, 3-тен неше шығады? Бір бүтін оннан жетіні береді. 5-тен 1,7-ні азайтсаңыздар, жоқ шамада 3,3 шығады. Бұл үдеуіңізге тең, бірақ сізге үдеу емес. Не керек? Соңғы жылдамдық керек. Соңғы жылдамдықты табайық. Соңғы жылдамдық, яғни соңғысы бастапқы жылдамдық плюс a-ға тең. Бізде бастапқы жылдамдық жоқ, 0-ге тең, яғни демек біздің соңғы жылдамдығымыз a көбейту t-ға тең. Бізде a-мыздың мәні 3-3-ге тең, ал уақытымыз 2 секундты беріп тұр. 2 көбейтетін болсаң, жауабы 6 метр секунд болды. Яғни ол дене көлбеу бойымен сырғанаған кезде соңғы нүктелерде 6 метр секунд жылдамдыққа ие болған. Келесі мысалға келейік. Келесі мысал былай айтады. Көкжиекке 45 градус бұрыш жасай орналасқан көлбеу жазықтың бойымен 152 ньютон күш жұмсай бір қалыпты жоғарыға сүйреп қозғағанда жүктің массасы қандай? Есеп шайғанда есептің мағынасына, яғни сөздеріне мән берейік. Берілгені, бірінші берілген жазайық. Бізде альфа 45 градусқа тең. Кейін 152, яғни күш F 152 ньютон күш жұмсаған, және ол жоғарыға қарай қозғалып келе жатыр. Екеуіз күшім тең 0,3-ге бізге не керек? Бізге қазір G керек болады, 10 ньютон бөлінген килограмм. Одан кейін барып бізге массаны табу керек. Сызып алдық, бұжы керек емес, енді сызайық. Қараңыз, көкжиек сызамыз, көкжиекке белгілі бір зат ілеміз, затымыз жоғары қарай F күшімен тартылып жатыр, төменге қарай mg массамен бетке перпендикуляр бағыты n нормаль, оған қарама-қарсы mg косинус альфа бұрышпен кетіп жатыр. Артқа қарай f икелес артқа қарай f икелес күші
және әсер ететіні mg синус альфа әсер етеді. Әсер ететін күштердің барлығын жазып алдық. Енді есептейміз. Қарама-қарсы, енді қарама-қарсы күштерді жазып алдық. Бізге n-ге қарама-қарсы қандай күш бар? mg косинус альфа бар. Ал f, f тарту күшімізге жаңағы біздің берілген күшіміз, ол неге тең? Осы жерден f екеліс күшін таба салайық, немесе f тарту күшін таба салайық. F тартуымыз минус f жоқ плюс f екеліс плюс f mg синус альфаға тең. Енді мына жерден екеліс күшінің мәніне алып келетін болсақ, f тарту күшіміз бар бізде. Мына жерде f екеліс күші mg косинус альфа азайт қосу mg синус альфаға тең. mg синус альфаға тең. Мына жерде массаларды жақшаныстарына шығарайық. Сол кезде масса тең болады. Яғни f бөлінген, яғни мына жерде g косинус альфа қалады. Мына жерде мю бар. g мю косинус альфа қосамын. g синус альфа мәні болады. Тағы бір бет ашайық. Осы соңғы формуланы орнына қойып мәндерін қойсақ, біздің есебіміз шығады. f бөлінген мю g косинус альфа азайт қосу g синус альфа тең болады. F қаншаға тең? F бізде 152 ньютонға тең. Ньюмыз 0,3-ке тең. Көбейтем g-міз 10-ға тең. Косинус 45 градуста мәніңіз нешке тең? Түбірасы 2 бөлінген 2-ке тең. Қосамын 10 көбейту түбірасы 2 бөлінген 2 деген мәнге тең. Калькулятормен есептейтін болсақ, мына жерде түбірасы 2-ден мән шығарайық. Түбірасы 2, түбірасы 1/4-ке тең екен. 1/4-ті көбейтем 3-ке, көбейтем 10-ға, бөлем 2-ке. Аяқ 2-де 1 шықты. Қосамын екінші жақ. 1/4 көбейтемін 10, бөлем 2. Екінші мәнім 7-ге тең болды. Үстіңгісі 152 болды. Демек 152-ні сіздер бөлесіздер 9,1-ге. Сонда жауабы 17. Жоқ шамада 17 килограмм болады. Яғни 16,7 килограмм. Мәнін беретін болады. Массамызды таптық, яғни 16,7 немесе жоқ шамада 17 килограмм шықты. Осымен сабағымыз аяқталды. Осыған ұқсас екеуіз күшіне, екеуіз тақырыбына есептерді Dynofix курсы, яғни сайтында жарияладық. Астына белгілеп кетемін. Сол жерден есептерді көріп, ары қарай осыған есептерді шығарсаңыздар болады. Сәттілік сіздерге. Сау болыңыздар.